Менің есімім Мақсатов Нұржан Сұлтанғалиұлы. Бүгінгі күні Ақтөбе облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы болып қызмет етудемін. Мен бүгін президенттік жастар кадрлық резерв мүшесі болып табыламын. Оған 2019 жылы енген болатынмын. Президенттік кадрлық резерв мүшесі болу маған үлкен бір әлеуметтік саты социальный лифт ретінде қызмет етті. Ол кезде қатыспай тұрып бөлім басшысы болсам, индустриялық даму басқармасында бүгінгі таңда қазір басқарма басшысы болып қызмет етудемін. Маған президенттік жастар кадрлық резерві қандай мүмкіндіктер берді? Біріншіден, жаңа айтқандай қызметім жоғарылады. Екіншіден, бұл жаңа достарды табуға, айтқан кезде нетворкинг үлкен пайда болды. Үшіншіден, бір өзім үшін бір үлкен тәжірибе жинадым. Төртіншіден, өзімді бір тексеруге үлкен мүмкіндік болды. Өздеріңіз білесіздер, осы 1 қыркүйектен бастап президенттік жастар кадрлық резерві жаңа іріктеу басталды. Соған барлық жастарды, Ақтөбе облысы жастарын барлығын қатысуға шақырамын.